Сүйретілмейді. Бір сек жердің отырса. Жетпесе. Мен, короче, мен ұйықтаттым. Фуй. Ана көп мияқта айналып барасыларшы. Қуатыма біз ана жаққа не қатсын бар, үйіміз ана жақта ғой. Кімесі? Ана көрттім ана жерде. Ана қорқпысың ба сен? Аналар ұрады. Пиццаханада? Қару ғой. Сая жолдан. Стоят, бетешті. Қатын болсам болдың ба не? Ұрмайды деп ойлайсың ба не сен? Не сен мен кім екенін білесің ба сен? Далды ма? Сен атын кім өтші? Мөлдір атак. Мөлдір ма? Мамашкан атын мөлдір қойрадым. Просто мөлдір болған үшін бар ғой, мен сені теспеймін қазір. Бар жүре бер. Сен атын кім е? Мен атын Медет. Бірақ үйдегілердің бәрі мен мөлдір деп еркелетеді. Жинде батсың ба? Жоқ. Жеместі қалбен. Рахмет. Жөн жіберші. Мақсат сен өзің жеп қойшы. Жоқ, жіберіңдер. Малсың ба? Сөзмейді? Жинде батсың ба? Жоқ, сен жіберші. Мақсат жіберші? Мен жібеймін. Соның менен тыныш жүрмей Тәңірбай ашық болды. Неге жемеймін? Жемесең жеме. Інім, такси күтіп тұрсың ба? Иә. Күт қазір келеді. Егерде мен таксист болсам. Аға, 3 минутта аэропортта болу керек. Болды ма? Аға, жүрек төш, 1,5 минут өтіп кетті. 2 адам алайын едім. Жүреміз. Кім болса ақпелес алайын қазір оларда. Өзің қатының бар ма негізі? Жоға. Мұрын шығып жүрген бәлесің ғой сен. Мен өзім 3 қатыным бар. Бірінші өзімнің қатыным Айгүл жаңа. Екіншісі мынау. Екеуі бірдей ақша сұрайды ғой, ақша жейді. Үшіншісі ана Сергек. Аға, такси ма? Иә. Дубайға бару керек. 50 мың берем аға. Кет. Сен малсың ба? Дубайға 50 мың дегенде сен еш? Болды, 51 мың. 51 мың ба? Иә. Кетеші. Кет. Жаным, қошақаным. Ана қызың түрі таныс қылмасың шешшіген. Иә, сіздің қызыңыз ғой. Папа не болды?